Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймыз. Пайғамбарымызға салауат пен сәлемдер болсын. Мынау дана халқымызда керемет сөз бар. Отан отбасынан басталады. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Сондықтан ізгі қоғамның басы осы отбасынан басталмақ. Міне біз осы қара шаңырақта дейміз. Міне қазақта қасиетті ұғым бар, қара шаңырақ деген. Осы балаға тәрбие де, ұлттық негіз де, діни құндылықта әуелі осы қара шаңырақта берілуі тиіс. Жатағымнан қалай алдын алудың да бір жолы осы қара шаңырақта баланың санасына біздің мұсылман екендігімізді, сол мұсылмандық жолдың ішінде мына Абу Ханифа имам ағзам жолын ұстанатындығымыз, сенімімізде Матурidi сенім мектебін ұстанатындығымыз, сондай-ақ жаңа ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық тәрбиеміз, тарихи мұраларымыздың барлығы міне осы қара шаңырақта не істелу керек, насихатталу керек, баланың санасына құйылу керек деп ойлаймын. Сондықтан мен осы мен әр сөзімде мынау жиі айтатын сөздерім бірі, мынау керемет бір қазақтың сөзі, жоғарыда айтып өткен, отан отбасынан басталады. Міне қоғамдағы әрбір адамның ізгі болуы осы жаңағы қара шаңырақ отбасында негізі құйылу керек. Біздің қазақ екендігіміз, оның ішінде мұсылман екендігіміз, біреудің ала жібін аттама, жаңағы аш болсаң да адалдан же деген секілді, жаңағы әке көрген оқ жонат, шеше көрген тон пішет деген секілді міне осындай құндылықтар біздің не істеуіміз керек? Осы шаңырақта насихатталып, шаңырақта айтылу керек. Міне біздің бүгінгі қоғамда әлсіреп тұрған жері қолымыздан шығарып алдық па деп ойлаймыз кейде. Осы отбасы құндылығы. Отбасындағы негізгі екі тұлға ол әке және шеше, ана. Міне осы екі қасиетті зат, міне дінімізде осы ата-анаға жақсылық қылуды, ата-анаға қарсы келмеуді, олардың жаңағы бұйрығын орындауды не істейді? Насихаттайды. Міне сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде әуелі анаңа, одан кейін анаңа, одан кейін анаңа, одан кейін барып әкеңе деуінің өзінде осы отбасындағы баланың негізін қалауда ананың рөлін істеп жатыр, көрсетіп жатыр. Міне сол секілді тағы бір хадисінде жәннат ананың табанының астында деп осы балаға ізгі қоғамды қалыптастыратын негізгі рөлді атқарушы ана екендігін көрсетіп отыр. Міне сондықтан да осы аналарымыз, әкелеріміз аман болып, осы кісілер өздерінің негізгі миссиясы балаға тәрбие беруді тоқтатпайтын болса, жақсы тәрбие беретін болса, міне сонда ізгі қоғам келеді.